Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, оқырмандар. Бүгін қарапайым есеп математикалық аудандық олимпиада есебі 2015-16 оқу жылында 9 сыныптар үшін келген мына есепті талдап берейін деп отырмын. А тең түбір астында 9 минус түбір астында 7 көбейту түбір астында 2 көбейту түбір астында 11 минус түбір астында 7 көбейту 9 плюс түбір астында 7 санының бүтін сан екенін дәлелдеңіз дейді. Яғни А саны бүтін сан екенін дәлелдеп беру керек. Енді бүгінгі сабақта қарапайым формулаларды пайдаланамын. Яғни қысқа көбейту формуласы А квадрат минус 2аб плюс Б квадрат. Бұл көпшілікке таныс формулалардың бірі. Және А квадрат минус Б квадрат сандардың квадраттарының айырымы формуласы және түбірдің көбейтіндісінің қасиетін пайдаланамыз. Осы үш формула негізден пайдаланамыз. Енді бұл есепті шығарудың алдында қарапайым бір мысалмен идеяны түсіндіріп кетейін. Идеямыз 9 түбір астында 5 дегенімізді былай алсақ болады. Қысқа көбейту формуласын түріне келтіру үшін 2-нің квадраты және түбір астында 5-тің квадраты ол 9-ды береді. Яғни 9 дегенді 2-нің квадраты және түбір астында 5-тің квадраты. Және 4 түбір астында 5-тің орнына мен 2 көбейту түбір астында 5, яғни қысқа көбейту формуласы түріне келтірдім. Қысқаша көбейту формуласы түріне келтірдім және квадрат пен түбірді қысқартамын. Келесі жолында ол модульді береді. 2 плюс түбір астында 5. Модульден еш уақыт теріс сан шықпайды. Және модуль тастаған кезде 2 плюс түбір астында 5 шығады. Осындай қарапайым методты біздің олимпиадалық есепте қолданайық. Мен бұл жерді күрделі болып кетпеу үшін, шатаспау үшін екі жолмен қарастырып отырмын. Екі жолмен шығару үшін. Бірінші жол түбір астында 9 минус түбір астында 77-ні түбір астында 2-ге көбейтейін деп тұрмын. Бұл жерде түбірдің қасиетін пайдаланатын болсақ, түбірдің көбейтіндісінің қасиетін пайдалансақ, 2 мен 9 18-ді береді. Түбір астында 2 мен 77-ні көбейтті. Бұл жерде 77 дегеніміз 7 көбейту, түбір астында 7 мен түбір астында 11-дің көбейтіндісі, және 18 дегеніміз 11 мен 7-ның қосындысы. Яғни мына түрге келтірейін. Квадрат, егер квадрат пен түбірді қысқартатын болсақ 11 шығады, квадрат пен түбір қысқаратын болсақ 7 шығады, қосындысы 18 шығып тұр. Көбейтіндісі 77 шығып тұр. Одан түбір астында 11 минус түбір астында 7-нің квадраты, квадрат пен түбірді қысқартып жіберетін болсақ, онда түбір астында 11 минус түбір астында 7 шығып тұр. Енді екінші жолы түбір астында 11 минус түбір астында 7 мен түбір астында 11 минус түбір астында 7-нің көбейтіндісі ол сол санның квадратын береді. Квадратын береді. Және 9 плюс түбір астында 77-ні көбейтейін деп тұрмын. Енді квадрат қысқаша көбейту формуласын тағы пайдаланатын болсақ, яғни түбір астында 11 минус түбір астында 7-нің квадратын шығаратын болсақ, ол түбір астында 18 минус 2 түбір астында 77. Енді бұл жерде 18 бен 2-де ортақ көбейткіш бар. Көбейткіштері жіктейтін болсақ, 2-нің жақшы сыртынан шығарсақ, ол кезде 9 минус түбір астында 77 шығады. Бұл жерде көріп отырғандай, бұл қысқа көбейту формуласы. Бұл жерде пайдалансақ, А квадрат минус Б квадрат сандардың квадраттарының айырым формуласын пайдалансақ, ол дегеніміз 9-ның квадраты және түбір астында 7-нің квадратын береді. Яғни бұл жерде 81 9-ның квадраты, 77 азайтатын болсақ, ол кезде жауабымыз 8 шығады. Бұл 8 бүтін сан. Бұл есепті дәлелдеп бердік. Енді келесі сабақта мынандай бір есепті талдайын деп отырмын. Бұл есеп сіздерге қызықты болатын болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл есепті шығара алатын болсаңыздар, жауабын айтыңыздар. Бұл да олимпиада есебі сияқты күрделі С тобының есебі деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет.